бұл зымыранға енді қайтып түспейтінін білген жоқ. Шай ішіп шықты да ыстық қайта құдықтың басына келді. Алақырдан су іздеп, құдық қазуды ата кәсіп қылып алатын қара шөгілетінің бесіктен белі шықпай жатып естейтіні мазақ. Қыран топан қызыққа белшеден батқан берекелі өмір жыл. Түксиген сыз қабырғалар мен су қиыршық топырақтан басқа екі иінінен аждаһадай басқан көр қараңғыдан басқа көргенде шамалы. Шыжыға шілдеде ел ішінде қырсып құлжаға таңған әкесі дүние салды. Ел ішінде Қырсық Қожан атанған Қожаның інісі Дәржанмын. Бірақ бізді бір анадан туды деп айту өте қиын. Өйткені біздің мінезімізде, күшімізде бір-бірімізге мүлдем ұқсамайтын. Үйіме шаршап келсем де, балаларды көргенде екезім жалмай, мәз-мейрам болып қалам. Қожаның суық қабағын ақтап өскен балалар әуелі басында жуымай қойған. Бірақ уақыт өте келгенде іштері сесте керек. Шай ішуге келсем, бірі тізеге бірі мына мойныма асылып тапалай жатады. Дәржан қапелімде еңсепті кел, көр, үйленіп алдық құдыққа сүйреген жоқ. Еңсе бағасы үйінің қасына келген соң, тағы 2 жыл балалық дәурен құрды. Сержігін! Жеңгетай! Ашаң, қара торы жүзі жылтылдап, көзінің оты оянып, ер жетіп келе жатқан қайнымды өзім атқа мінгіздім. Ер тұрманын да өзің сүйеді. Жігіттер! Эй, шараны! Айда! Шура! Айда! Келдер жігіттер! Жазғыртын Дәржанмен жеңгесі ханымның төркіне көрсе бағанда ең сәтті де ертіп келді. Ханымның төркіні тек
мал жиғанына мәс сасықпайлар еместі. Дәулетке сай, сәулетінсе, көшінде, дастарханында, төсек орында салтанатпен ұстайтын сән қой ауылдар. Алпыс аяқты сарын атанған ауылың жігіттері ылғи сән түсеп, ауыл аралап ат үстінде жүреді. Арын ауылыңыздар сондай сұлу жігіттер болса сондай бар. Қайда, папа! Қайда! Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырас бір ғанибет емес пе? Ай, жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырас бір ғанибет емес пе? Ай. Еңсеп құдалардың ауылында, дырду думанның соңында қанша жыл жүрем десе де, қой бала, жетер енді дейтін қайнымның түрі көрінбеді. Қайтамен шырпалақтап, өз-өзімнен қысылып, мұның бос селтең жүрсін қойып, ағасына қолғабыс жасайтын уақыты әлде қашан жеткенін құлаққа қағыс қылдым. Еңсеп те менің көмейімді түсініп, өзінің шыңнан да шаруаға қырсызданып бара жатқанын байқады. Жігіттер, құдық түрде қайтадан күміс алды. Бұл жолы орта бүксі болып қайтты. Өңәлі көкістеу. Лай суға жапа тарпағай, қолдарын салып алақандарымен ішіп алып көрді. Әлі де топырақ тартып бар. Ашып тұшысын ешкім жыға жалған жоқ. Ертеңіне тағы құдық басына жиналды. Емен күбіні жалма-жан құдыққа салды. Күндегідей қатты жерге тиіп, тық еткен жоқ, күмп ете түсті. Суы әбден тұнған. Жігіттер! Суы тұшшы! Жарайсыздар! Сұлама дөңде! Жанға жылдырған бір әйкенді құдық. Ажал аузында сұлық жатқан шала жансар дененің төсіндегі әлі суала қоймаған сыңар емшек сияқты. Дәржан ағаның қасында 3 жыл жүрді. Алғаш рет құзықты Бөкенбай ағасын. Қараш ауылына жиендігі бар жас мырза әкесіне ас бермекші екен. Атақты байдың асын бұрыннан белгілі бір суаттардың қасында бермей, тусырап жатқан сол өңірде өткізіп, сол маңайды бәленшекеңнің асы өткен жер атандырма ойы бар болып шықты. Адам пақыр талай нәрсеге үйреніскенімен тап мына қара жердің астына үйрен салмақшы нәрсе. Құдықшының жалғыз серігі үрей. Оны жан-жағынан анталап тұрған сыз қабырғаларда төбеде жылтырап, екі көзін төрт қылып, өзіне телміртіп қойған болмашы саңлауда. Аяғын шайын шашап жатты, сыз топырақ болғыздар. Құдықшы неғұрлым көпті көрі, жер ортасына жақын сайын, сол құрылым үрейшіл, неғұрлым құдықтың түбіне жақындаған сайын, сол құрылым күдікшіл болын құрайды.
басып бітіргенде өң бойымдағы күш қуат түгел сарқылғандай боп қара жердің астына енді беттеместей болдым. Күні кеше жігерімді күш қылған, қараңғы шұңқырға қайтадан жетелеп алып келген әзәзіл күштің не екенін ол кезде білмейтінмін. Келе-келе түсіндім. Бірін-бірі жақсысы мен жаманға бөліп, жағаластырып қойған бұл дүниеде бөтеннің аузынан шыққан жылы сөз қошемет қолпашаттай мына мені қара жердің астына талай рет тірідей түсірді. Әуелі құдық қазылып біткенде естіген ел жұрт түгел қуанады деп ойлайтын. Бірте ол ойымның қате екеніне көзім жетті. Құдық біткен сайын құдықтың малдың саны өсе түсті. Бірақ оның есесіне ол қаншаны біртіндеп азайып барады. Тек дәулет асқандар ғана атағын шығарушынан еңсекке ат шаптырады. Дәл сол шамада Хорезмнен Еңсеп деген біреу көшіп келді. Әуелі қалпақ ер шабады, жонаты кетуші еді, енді құдық қазады деген атағы шықты. Ей! Жігіттер, Хорезм жақтың жері біздің ақар-шақар шың көгала тас емес. Саздауыт керек. Ал саз ойып қалған адам таяз, таңқы құдықтар болмаса шыңырау қазуға көндіге алар дейсің бе? Ойбай! Әлгі қапаққа жатқан шыңырау үстірттің үстіндегі ең терең шыңырау болатын түрі бар. Қазірдің өзінде 100 қадамнан асты. 30 қадамға 140 қадамға. Қалпақтың бабасы әулие болған екен. Содан мына киелі темір қазық қалыпты. Сол қазықпен жер барласа, су шығатын жерге келгенде алақанын тартып белгі береді екен. Қалпақ судың көзін солай тоқта! Бір күні неде болса, өз көзіммен көріп қайтуға бекініп, атыма міндім. Оң болсын! Айтқаның келсін. Қалпақ, судың қашан шығатынсың айға? Ертен бері шықпала. Сәт. Мен оны дәмге шақырып едім, алдымен аузына оралған бір сылтауды да, аяқ үзеңгіге салды. Мен болсам, қолтығынан демеп жібердім, атына мініп, жүзіме бір бұрылып қарап, қоштасы да жүріп кетті. Ана қалпақ соңымнан мүсіркей қарап тұрғандай көрінді. Әлгі бір қолтығымның астынан демегенде аяушылық жасаған сияқты. Қолтығымның астынан демегенде, қолтығымның астынан біреу шымшып алғандай, тұла бойым түршіп сала берді. Ақыры сабырым сарқылды. Қаруымды алып, атыма міндім. Қырдың үстінде қара құйрық, киік жайлайтын ойларға, олардың суатқа баратын жымдарына, арқарына, сай салаға, қақпан құрып аңшылықты ермек етіп көріп едім, одан да бәтуа табылмады. Алым жоқ, берім жоқ, атымнан түсі қалып, аңбарлаудың орнына жер барлай. Қырқа-қырқаның жүрген-жүргенін қалай тоғысқанын қадағалай. Қамшымның санымен топырақ қазып алақаныма жазып көріп едім. Бір күні қақпан құрып келе жатып, іргеде байлаулы тұрған бөтен атты көрдім.
Ол күн болды екен. Ассалаумағалейкум айым. Уағалейкум ассалам Еңсеп. Мені ана бір ұрған шығарып салмайсың ба? Olsun bayım. Еңсеп, естіп жатқан шығарсың. Анау, Сағынай ата бабамыз ежелден ұрыспай қағыспай, жылма-жыл шығып түсіп жүрген ақ жолды бір өзі иемденіп, өткен кеткенін аралдасып қырып барады. Сонымен, басқалар ақша айнасың. Мына сасық күзенде немемен шақылдасып не пәді отырам. Сол келер жылғы күземді сол құдықтың маңына қазырсам ба деп едім өзіңе. Байеке, ол... Жарай, айтқаныңыз болсын. Біраздан бері қолыма күрек ұстамағандықтан ба, мына жүрегім қайтып қалыпты. Құдық ойындағыдай боп шықса, той үстінде Байсалбайдың өзіне барып айтпақпын. Содан бірнеше жылдар бойы Қандықұдықтың маңына ел жоламады. Ақсақалдар әрі ақылдасып, бері ақылдасып, молда апарып, кітап ашқызып құдықты жын-періден аластады. Шегендеді, әйкелі қатты. Туысырап жатқан өңір суға қарқ болып тағылды. Не де болса, ол бүкіл үстірттің үстіндегі ең терең, ең мол шыңырау болып атағы жайылды. Бірақ Еңсеп қазған емес, Еңсеп өлген адам екен.